Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Каспий магазинге товар салатын кезде бағасын қалай шығару керектігі жайында айтатын боламын. Жалпы Каспий магазинге товар салатын кезде бірқатар факторларды ескергендеріңіз дұрыс болады. Егер сіз товар салған кезде заказ түсетін болса, онда доставкасын өзіңіз төлейтін боласыз. Ол туралы Каспий Pay приложениясында магазинге тіркелер кезде тарифы и доставки деген бөлімінде айтылған болатын. Мысалы, магазинге кіріп, кез келген бір товарды көріп шығайық. Мұнда категориялар бойынша товарлар бөлінген. Көріп танысып шықсаңыздар болады. Мысалы, бізге керегі детские товары. Оның ішінде для малыша и мамы дегенді таңдайық. И оның ішінде для детской комнаты дегенді таңдасақ. Мұнда түрлі-түрлі товарлар бар. Осының ішінде ходунокты таңдайық. Енді осы ходуноктың бағасын салыстыратын болсақ, ең арзан баға 10.978 теңге деп көрсетілген. Доставкасы бесплатно, бірақ бүгін ертең келе қоймайды екен. Басқа да продавецтерді көріп салыстырамыз. Бізге товар бүгін ертең керек болса, тек бағасына ғана қарамай, отзывтарға, магазин рейтингіне қараймыз. Мысалы, мына магазинде бағасы 12.800 деп тұр, бірақ самовывоз сегодня деп тұр. Значит, осы товарды алуға болады. Яғни байқап отқандарыңыздай, клиент тек қана товардың бағасына қарамайды, доставкасына да қарайды. Сол үшін менен сатып алсын екен деп, ең арзан бағаны қоя бермей, өзіңіздің пайдаңызды да есептеу керексіз. Себебі сіз мұнда табыс табу үшін келіп отырсыз. Қорытындылайтын болсақ, Каспий магазинге товар салатын кезде оның бағасын қою үшін ең алдымен товардың өз бағасы, оның үстінен көретін пайдаңыз, Каспий доставка және конкуренттерді салыстыру. Осы 4 пунктты ескере отырып баға қоясыздар. Ал енді конкуренттерге қалай анализ жасау керектігі жайында келесі видеода бөлісетін боламын. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.